Ең керемет тарихи және оғаш олжалар әрқашан кездейсоқ табылады. Бірақ олардың кейбіреуін түсіндіру мүмкін емес. Ағаштағы қыздың денесі, Жаңа Зеландия өңіріндегі құбыжықтың табаны, Волгоградтан табылған өзге ғаламшарлық ұшақ. Егер сізді осы тақырыптардың бірі қызықтырған болса, ары қарай көріңіз. Бұл өте қызықты болады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Шакамуроның арнасына қош келдіңіз. Арнаға қолдау көрсетіп пікір қалдырып отыратын көрермендеріме алғыс айтамын. Егер сізде осындай үздік көрермендер қатарында болғыңыз келсе, бүгінгі бейне барысында жасырылған осындай 5 суретті тауып, астыға уақытымен бірге жазып қалдырыңыз. Осы суреттерді тапқан 10 көрерменді келесі бейнеде үздіктер қатарында шығарамын. Оғаш сурет. Абстрактілі картиналар көптеген адамдарға автордың не айтқысы келгенін түсінуді қиындатады. Өйткені олар қандайда бір мағынаны немесе көңіл күйді жеткізе алатын адамдарды, табиғатты немесе заттарды бейнелемейді. Мен өз басым мұндай кескіндемелерді мүлдем түсінбеймін. Дегенмен өнер әлемінде бәрі керісінше. Әйгілі суретшілердің мұндай өнерлері жоғары бағаланады. Аризона штатының тұрғыны гаражынан бір кездері әпкесі сыйлаған бір түрлі суретті тауып алады. Ол сәл ойланып, бағалаушыны шақыруды ұйғарады. Бағалаушы суретті көріп өз көзіне өзі сене алмады. Себебі бұл атақты суретші Джексон Поллоктың шынайы туындысы болып шықты, және оның құны шамамен $15 миллион құрайды. Орындықтан табылған байлық. Бұл адамдардың оқиғасы таңғаларлық. Студент болып бір үйде тұратын жастар қымбат емес диван сатып алуға шешім қабылдады. Олар бар болғаны $20 ескі, бірақ керемет диванды қолдан сатып алды. Және сіз түсінгендей, бұл сатып алу олардың қызықты оқиғасының басы болды. Рес Верховен, Келли Гуасти және Лара Руссо олардың кішкентай диванды айтарлықтай үлкен ақша жасырылғанын елестете де алмады. Сатып алғаннан кейін бірнеше ай өткеннен соң диванда бірдеңе дұрыс емес екенін байқаған жігіттер ішін бұзып $40 мың тапты. Олар ұзақ уақыт бойы бұл кереметке сене алмады. Содан кейін мұндай ақшаны қалай жұмсаймыз деп қиялдады. Бірақ соңында студенттер адал азамат ретінде ақшаны иесіне қайтарып берді. Ақшаның иесі Нью-Йорктен келген кәрі жесір әйел екен. Және бұл дүниеден озған күйеуінің жасырын ақшасы болып шықты. Кемпір жігіттердің мейірімділігін атап өтіп, алғыс ретінде оларға $1000 береді. Алып Лего. 2011 жылы 2 метрлік Лего адамы судан жағаға лақтырылғанда, бұл көптеген сұрақтар мен түсініспеушіліктерді туындатты. Оның алдыңғы жағында сенен де шынайы деп жазылған, ал артында Леонардо деп жазылған. Ең қызығы, осы оқиғадан 4 жыл бұрын дәл осындай алып Лего адам Нидерланды мен Ұлыбританияның жағажайларында да пайда болды. Тұрғындардың барлығы дерлік бұл Флоридадағы Леголендтің ашылуына қатысы бар деп шешті. Бірақ шараны ұйымдастырушылар бұл болжамдарды бірден жоққа шығарды. Бұл тылсым құбылысты ұзақ уақыт бойы ешкім түсіндіре алмады. Бірақ кейінірек бұл Голландиядан келген Леон Кер есімді суретшінің жұмысы екені белгілі болды. Ол сонымен қатар интернетте өзінің Лего адамының әртүрлі қызықты оқиғалары туралы жазған веб-сайтты жасады. Көне табыт. Сіз байқадыңыз ба? Көбінесе археологиялық олжалар құрылыс жұмыстарының жасалып жатқан кезінде табылады. Бұл жағдайда осы фактінің ең жақсы дәлелі ретінде қарастырсақ болады. Жақында Швейцарияның Цюрих қаласының аумағында таңғажайып тарихи зат табылды. Жұмысшылар 2000 жылдық ағаш табыт тапты. Оның ішінде әйелдің денесі болған. Оған қымбат маталар мен әдемі әшекейлер киілген. Бұл ханымның жоғарғы қоғамдағы адамдарға тиесілі екенін көрсетеді. Оның сүйектерін талдау әйелдің кельт тайпасына жататынын анықтауға көмектесті. Әйел Лима өзенінің арғы жағында өмір сүрген. Қайтыс болған кезде ол шамамен 40 жаста еді. Сондықтан болар, оның денесі осы күнге дейін жақсы сақталған. Тыйын толған дорбаша. Мартин Докхаус, пианино жөндеу шебері. Бірде ол, бір отбасы жергілікті институтқа сыйға тартқан өте ескі аспапты жөндеуге кірісті. Мартин пернелерден бір түрлі нәрсені байқап, фортепианоның ішіне қарады. Сену қиын екенін білемін, бірақ ол жерден ескі тиындар салынған шағын сөмкені тапты. Бұрынғы иесі көп жылдар бойы мұрнының астындағы мұндай қазынаны байқамаған. Бұл тиындар $660 мың бағаланды. Және осы ақша алтынды тапқан Мартин Докхаус пен фортепианоның жаңа заңды иесі ретінде институттың арасында екіге бөлінді. Бірақ қайырымдылық жасап пианиноны сыйға тартқан отбасы мүлдем ештеңе алған жоқ. Қол сөмке. Бұл сөмке мектепте 63 жыл бойы жатты. Оны жұмысшылар мектеп сөрелерін жылжытып жатқан кезде кездейсоқ тауып алған. Сөмке қатты шаң басқанымен жақсы жағдайда сақталған. Көптеген жылдар бойы сөмке уақыт капсуласы сияқты ішіндегісін сақтай отырып, оңаша жерде жатты.
Сөмкенің ішіндегі заттар да өте жақсы сақталған. Ал кітапхана картасының арқасында мектеп әкімшілігі аздап қиналса да осы ескі заттың иесін тапты. Сөмке осы мектептің баяғы оқушысына тиесілі болып шықты. Көп жылдар бұрын би кешінде бір жас қыз өзінің сөмкесінің сөре артына қалай түсіп қалғанын байқамай қалды. Және оны ұрлап кетті деп ойласа керек. Өкінішке орай 2013 жылы сөмкенің иесі қайтыс болғандықтан сөмкенің шын тағдыры туралы білмей кетті. Директор мұндай олжаға қатты қуанған сол әйелдің балаларына бұл естелікті сыйлады. Амияның ішінде ескі фотосуреттер, кішкентай тарақ, ерін далабы, бірнеше тиындар және мектептегі футбол ойындарының кестесі болды. Жалпы жасөспірім қыз үшін ең маңызды нәрселердің бәрі бар. Балалар осының барлығын өзара бөлісіп, анасынан қалған естелік ретінде сақтауда. Шар тәріздес мұз. 2016 жылдың қараша айында Батыс Сібірде болған өте оғаш табиғат құбылысы батыстық ақпарат құралдарының назарын аударды. Ныйда ауылының маңындағы жағалау мыңдаған алып мұз және қар шарларына толтырылды. Шарлардың диаметрі 25 сантиметрден 1 метрге дейін болды. Бұл өте біртүрлі және тіпті ертегідей көрінді. Алып адамдар қара атыспақ ойнау үшін осы қарларды дайындап қойғандай. Жергілікті тұрғындар бұл көріністен шошып кетті. Өйткені мұндай жағдайдың бұрын соңды болғаны қарттардың да есінде жоқ. Сібір қарлы шарларының тылсым шығу тегі туралы нұсқалар пайда бола бастады. Кейбіреулер тіпті мұны жақын арада болатын катаклизмдердің жаман болжамы деп санады. Бірақ ғалым синоптиктер барлығы қалыпты деп сендірді. Шарлар табиғаттың өнері. Жағалауға жақын жерде мұз бөлшектері пайда болған кезде осындай шарлар туындайды. Ол үшін толқындар бұл шарларды дөңгелек мұзға айналғанша алға артқа айналдырады екен. Дегенмен бұл құбылыс өте сирек кездеседі. Өйткені ол жел, толқын және ауа температурасының ерекше үйлесімін қажет етеді. Құбыжықтың табаны. Сонау 1986 жылы Жаңа Зеландиядағы үңгірлердің бірінде қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан бір топ археологтар таңғажайып затқа тап болды. Оны тапқан адамдардың төбе шашы тік тұрды. Бұл не? Қандай да бір құбыжықтың табаны, ғажайып айдаһардың немесе ежелгі динозаврлардың қалдықтары ма? Бұл шын мәнінде бір кездері жойылып кеткен құс түріне жататын моаның табаны. Олар сыртқы түрі қазіргі түйе құстарға ұқсайтын таңғажайып құстар еді. Моалар өте үлкен болды. Еркектерінің биіктігі 3 метрге дейін жетуі мүмкін. Бірақ аналықтары сәл кішірек болған. Бір заманда бұл құстар Жаңа Зеландияға басқа континенттен келді. Содан кейін олар уақыт өте келе ұшу қабілетінен айырылған. Ұша алмағанына қарамастан 40 мың жыл бойы аралдың толыққанды иелеріне айналды. Моа құстары алғашқы адам қоныстанушылар келгенге дейін өркендеді. Адамдар ет және үлкен жұмыртқа үшін моаны аулады. Орман өрттері де айтарлықтай моаның азаюына септігін тигізді. Көне адамдар ауыл шаруашылығы жерлерін жасау үшін көптеген ормандарды өртеп жіберді. Бірнеше жүз жыл ішінде моа жойылды және 15 ғасырда олар мәңгі жойылып кеткен түр болып саналды. Моа туралы естеліктер Маори тайпасының аңыздарында ғана қалған. Сондықтан бұл табылған табан ғалымдар үшін ерекше құнды болды. Өйткені сүйектерінен басқа терісі де жақсы сақталған. Ал терілері осы түрде егжей-тегжейлі зерттеуге көмектеседі. Моа табаны Жаңа Зеландиядағы тарихи мұражайлардың біріне берілді. Ол осы күнге дейін сол жерде сақталуда. Ескі амиян. Бетти Джон Сезам 75 жыл бұрын жоғалған амиянды табамын деп үміттенгенде жоқ. Дегенмен, көп жылдардан кейін амияны қайтадан оның қолына түсті. Сену қиын, бірақ таңғажайып олжаны Иллинойс штатындағы мектеп сантехнигі тапты. Ер адам мектептің шіркеуге айналған бөлмелерінің бірінде жөндеу жұмыстарымен айналысады. Ол әйелдер дәретханасының құбырын ауыстырған кезде күтпеген жерден жасырын қорапша тапты. Оның ішінде 15 әйел амияны жатқан. Бірақ тек Беттиді ғана сантехник таба алды. Ал кемпір болса қатты қуанды. Ол тіпті қуаныштан жылап жібереді. Амияда ақша болмағанына қарамастан, оның ішінде Бетти жас кезінде қатты ұнататын сыныптастарымен бірге түскен ескі фотосуреттер сақталған. Ал әйел үшін бұл естеліктер баға жетпес. Бөгде ғаламшарлы ұшақ. Волгоград облысында жасы шамамен миллион жыл болатын үлкен ұшатын табақша табылды. Әрине бұл кейбір псевдоғылыми мақаланың тақырыбы сияқты естіледі. Бірақ сонда да өзіңіздің ішкі скептигіңізді кем дегенде 1 минутқа өшіріп, оқиғаны соңына дейін тыңдауға тырысыңыз. 2015 жылы экскаваторлар тобы үлкен тас дискіні кездестірді. Пішіні бойынша тас блок өзге ғаламшарлық ұшатын тәрелкеге ұқсайды және диаметрі 4 метр болды. Инженерлер тобының жетекшісі Вадим Чернобров тастың ғарыштық шығу тегіне бірден сенімді болды. Ұзағырақ тексеруден кейін тас жынысында вольфрам сияқты металдың жоғары пайызы бар екені анықталды. Ал вольфрам өз кезегінде тас дискіні өте ауыр етеді. Оғаш нысанның жасы миллион жылдан астам болуы мүмкін.
Уфологтардың айтуынша осынша уақыт ішінде кез келген нәрсе тасқа айналуы мүмкін. Тіпті жерге құлаған өзге ғаламшарлық ұшатын табақша да. Айтпақшы, үлкен дискіден алыс емес жерде сол тектес бірдей тас блоктар табылды. Бірақ олар кішірек. Бұл аңыз ұшақтар бұрын жартасты көмілген деп есептеледі. Бірақ уақыт өте келе эрозия жартасты жойып, дискілер алқапқа құлады. Дегенмен, өзге ғаламшарлықтарға сенетіндер табылған нысанды егжей-тегжейлі зерттеулері енді ғана басталып жатыр деп мәлімдейді. Айтпақшы, мұндағы геологтардың пікірінше, тас дискілер жел мен судың эрозиясының тасқа әсерінен пайда болған. Ал сіз өзге ғаламшарлықтардың бар екеніне сенесіз бе? Ауладан табылған мамонт. Көбінесе құрылыста жұмыс істейтін адамдар тарихтың бағытын өзгерте алатын және көне заман туралы көп нәрсені айта алатын таңғажайып нәрселерді табады. Мысалы, бір күні мичигандық фермер Джеймс Бристол өзі нағыз археолог ретінде сезінді. Ол ауласында жұмыс істеп жүріп, жасы шамамен 12.000 жыл болатын үлкен ежелгі мамонттардың қалдықтарын тапты. Ол экскаватормен азу тістерді, омыртқа мен аяқ қолдардың бірнеше сүйектерін, сондай-ақ мамонттың үлкен бас сүйегін, қабырғалары мен иық сүйектерін қазып алды. Бұл процесте мамонттардың қалдықтарын мұқият алуды және мұражайға жіберуді қамтамасыз еткен ғалымдар болды. Ағаш ішіндегі қыз мәйіті. Бұл өте сұмдық оқиға 1943 жылы Англияда болды. 4 жергілікті бозбала орманға серуендеуге шығады. Олардың назарын орман ішінде ерекше үлкен болып тұрған қарағаш аударды. Қарағаш алып болғандықтан жас балалар оның үстіне шығып, жабайы құстардың ұяларын іздеуді жоспарлады. Бірақ балалардың бірі ағашқа өрмелеп шыққанда, ішінде жануардың қаңқасына ұқсайтын ерекше бір сүйектерді байқайды. Мұқият қарап отырып, ол қалдықтардың шын мәнінде адамға тиесілі екенін түсінеді. Өйткені шаш пен адамның тістері көрінеді. Көп ұзамай полиция қарағашқа келеді. Ағашты кесіп, әйел адамға тиесілі тұтас қан алып шығады. Саусағынан неке сақинасы табылды және үстінде көйлектің қалдықтары болған. Мәйіт соңғы 18 ай бойы ағаш ішінде жатқаны белгілі болды. Бірақ полицейлер не қыздың кім екенін, не қылмысты жасаушыларды анықтай алмады. Уақыт өте бұл оқиға ұмыт қалды. Бірақ 1944 жылы осы оқиға болған жерге жақын маңда қабырғаға Белланы ағашқа кім қойды деген жазу пайда болады. Бұл жазу өшірілді. Сөйте тұра біраз уақыттан кейін ол қайтадан пайда болды. Бірақ басқа жерде. Сұрақ сол қалпында қалды. Белланы ағашқа кім қойды? Граффити оқиғасы қысқа уақыт аралығымен тағы бірнеше рет қайталанды. Заң сақшылары хабарламаның авторы қылмысты жасаған адам деп есептейді. Бәлкім қылмыскер осы жылдар бойы өзін кінәлі сезінгені соншалық, ол құпияны анықталып, жазалануды армандаған шығар. Бірақ оның кім екені әліге дейін белгісіз. Ағылшын детективтері қылмыскерді іздеуден маңыздырақ істерді тапқанға ұқсайды. Түсініксіз шар. 2016 жылы дәрігер әрі археолог Семич Осмаганич Босниядағы Завидовичи қаласының маңында табылған тастарға қызығушылық танытты. Ол жер астынан жартылай шығып тұрған тас шардың сынығын тапты. Күрекпен аздап жұмыс істеп, ол диаметрі 3 метрге жететін дөп-дөңгелек пішіндегі үлкен тас екенін білді. Ғалым тастың минералдық құрамын зерттеп, оның ішінде темір қалдықтары бар екенін анықтады. Бұл өз кезегінде сфераның адам қолымен жасалғандығын білдіреді және осы аумақта ежелгі өркениеттердің өмір сүргенінің дәлелі болып табылады. Әрі қарай зерттей келе, бұл жерде мұндай сфералар көп және олардың барлығы Босна өзенінің арнасында шашылып жатқаны белгілі болды. Қарт адамдардың әңгімелеріне сәйкес, 1936 жылы бұл жерге қатты найзағай соғып, өзен жағалары шайылып, әртүрлі көлемдегі ондаған ұқсас шарлар жер астынан шыққан. Бірақ ол кезде оған ешкім мән берген жоқ. Жергілікті тұрғындар өз аулаларын безендіру үшін үйде-үйге оғаш қиыршық тастарды алып кете бастады. Кейбір осындай тастар тіпті бұзақылардың қолынан зардап шекті. Өйткені біреулер бұл шарлардың ішінде көне алтын жасырылған деген қауесет шығарды. Семич Осмаганич Босниядағы тас шарлардың пайда болуына бірінші болып шынымен қызығушылық танытты. Ол тастар арнайы құрамдағы заттарды балқыту арқылы жасалған. Содан кейін оларды қалыптарға қойып, суытқан. Олар энергияны тарату және басқару мақсатында әртүрлі рәсімдер үшін пайдаланылды. Бұл мәселе бойынша тағы бір пікір бар. Геологтар тастардың табиғи шығу тегі бар екенін және бұл пішінді ядроның айналасындағы материалдардың біртіндеп өсуі арқылы алынғанын айтады. Бірақ неге онда осындай табиғи құбылыстар тек осы аймақта болатынына жауап бере алмады. Қазір Завидовичи қаласы көптеген туристерді қызықтыратын тас шарлар саябағын ашты. Ол жерге барып бәрін өз көзімізбен көру өте қызықты болар еді. Бұл шарларды табиғат әлде ежелгі өркениеттер жасаған ба? Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл туралы астыға жазыңыз. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі бейнежазба соңына жетті. Егер суреттердің бәрін тапқан болсаңыз, пікірге жазып үздік көрермендер қатарына еніңіз. Сіздерге бүгінгі тақырып пен бейне ұнады деген ойдамын. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуру.
келесі қызықты бейне жазбада жолыққанша қош сау болыңыздар.